Сәлем достар, бүгін осындай пышный оладушки дайындайтын боламыз. Ортасы толық піседі. Мен рецептімен жасап көріңіздер, күшті болып шығады. Ол үшін бізге ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстінен кішкене шым-шым тұзымызды сеуіп алып, 4 ас қасық қантымызды қосамыз. Және де айранымыз бөлме температурасында немесе кішкене жылы болғаны дұрыс. Осылай араластырып алып, жақсылап. грамм айранымызды қосып аламыз. Одан кейін ұнымызды осындай ситадан өткізіп алғанымыз жақсы болады, сонда жақсы болып көтеріледі. Одан кейін үстіне жарты шай қасық содамызды салып, араластырып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Сол кезде айран мен соданың реакциясы жүріп, пышный болып көтерілетін болады. Табамызға осындай май құйып, пешімізді қатты қыздырмаймыз. Менде ең жоғарғысы 6 болғандықтан мен 4-ке қойып пісірдім. 4-ке қойып, осылай орташа отта пісіреміз. Бетін жауып 2 минут бір жағын пісіргеннен кейін астын көресіздер. Осылай қызарғаннан кейін екінші жағына ауыстырасыздар. Көріп тұрғандарыңыздай оладушкеміз осындай пышный болып піседі. Мінекей көрдіңіздер, осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Алда көп рецепттер шығатын болады.